Herkese merhabalar. Bugün biz Türkçe'de yetістіктерді өтеміз. Yetістіктердегі әсіресе бұйрық рай деген бар еді біз қазақша. Жаса, жасама деп бұйрық беру. Сол қалай жасалынады түркшеде, соны үйренетін боламыз. Ең алдымен етістіктермен таныстырғым келеді. Жалпы бастапқы етістіктің формасы түркшеде қалай келінеді. Ол мак деген жалғаудың жалғануы арқылы келінеді. Мына жерде мысалға етістіктерді өтеміз қазір. Барлығы байқаған болсаңыздар, мына жерде аудармасында мак, мек деген инфинитив жалғаудан құралған етістіктер. Яғни ағылшыншада бар еді ғой, to write, to speak, to do дегенде to деген форма. Түркшеде бұл мак, мек екен. Және ол сөйлемдер барысында, сөйлеу барысында өзгеріске ұшырайды. Енді етістіктерді талқылап өтейік. Яғни қалай бірінші формада тұрады екен. Бірінші ауламак, ауламак. Бұл жылау дегенді білдіреді. Ауламак. Алмак, алу деген қазақшада бізде алу деген бар. Алу. Анламак, анламак. Бұл түсіну. Анлатмак, анлатмак. Түсіндіру. Ай, ай, ай дегенді білдіреді. Ай, қаңтар айы, ақпан айы. Бакмак, бакмак. Қарау. Беклемек, беклемек. Күту. Bulaşıkları yıkamak. Bulaşık деген ыдыс, лар деген көпше тұру, яғни ыдыстар, ыдыстарды. Bulaşıkları yıkamak, yıkamak, жуу. Мына жерде етістік yıkamak, жуу. Çalışmak, жұмыс жасау, çalışmak. Keman çalmak, keman çalmak. Keman деген скрипка, çalmak деген андай шерту бізде қазақшаға келеді. Яғни ойнау, скрипкада ойнау. Çıkmak, çıkmak, шығу, көтерілу, пайда болу, яғни çıkmak. Үш мағына береді. Çok güzel, çok güzel, өте әдемі, өте жақсы. Dışarı çıkmak, dışarı çıkmak. Дыш деген сөзден құралған. Дыш бізде қазақшада тыс, тысы деп айтады ғой, сырты яғни. Дышары деген сыртқа шығу. Çıkmak деген шығу еді ғой. Dışarı çıkmak. Dinlemek, dinlemek. Тыңдау. Dinlenmek ны бар мына жерде. Dinlenmek, dinlenmek демалу. Dinlemek тыңдау, dinlenmek демалу. Dönmek, dönmek. Қайту, қайтуды білдіреді. Dönmek. Fotoğraf çekmek. Fotoğraf, г оқылмайды. Fotoğraf çekmek. Фотоға түсіру. Gelmek, gelmek. Келу. Girmek, girmek. Кіру, кіруді білдіреді. Girmek. Мен басында ир деген ағылшыншамен кішкене шатастыратын едім. Гө деп кетіп қалатын еді. Girmek. Gitmek. Gitmek кету. Görmek. Görmek көру. Gün. Gün күн. İçmek. İçmek ішу. İstemek. İstemek қалау. İstemek осы көп кездеседі. Бір істеу деген сөзбен үнемі шатастырам. Сондай бір қызық сәттер бар бізде қазақшада кішкене басқаша қолданатын. Кейін көре жатарсыздар. İstemek, istemek, яғни istemiyorum деп айтып жатады ғой. Қаламаймын. Қалау. Kaç, kaç, қанша. Kahvaltı yapmak. Kahvaltı, kahvaltı yapmak деген жасау, то есть таңғы ас ішу, таңғы ас ішуді білдіреді. Kahvaltı yapmak. Kalkmak,
Тұру, kalkmak. Konuşmak, konuşmak. Söylеу, айту немесе. Mevsim, mevsim. Сезон, сезон дейміз ғой, иә? Mevsim. Okumak, okumak. Оқу. Satranç, oynamak. Satranç деген шахмат. Satranç. Oynamak, шахмат ойнау. Sevmek, sevmek. Жақсы көру, сүю. Бәріміз білеміз. Sigara içmek, sigara içmek. Яғни осы сөз өте қызық. Яғни шегу дегенді білдіреді. Сигара деген сигарет шегу. Бұларда егер тура мағынада аударатын болсаң, сигараны ішу деген сияқты. Солай келеді, өте бір қызық тіркес. Söylemek, söylemek, айту. Konuşmak, söylеу, söylemek, айту. Çiçekleri sulamak, çiçekleri sulamak. Güllerге su құю. Susmak, susmak, ündemeu. Yani ağız жабу. Şarkı söylemek, şarkı söylemek. Өлең айту. Tekrarlamak, tekrarlamak, қайталау. Telefon etmek, telefon etmek. Хабарласу, звондау деген. Televizyon izlemek, televizyon izlemek, seyretmek. Немесе televizyon izliyorum, немесе televizyon seyrediyorum. Екеуін де айтуға болады. Телевизор қарау. Temizlemek, temizlemek. Тазалау, temiz деген, таза. Uyumak, uyumak, ұйықтау. Vermek, vermek, беру. Yardım etmek, yardım etmek. Көмектесу, yardım деген жәрдемге келіп тұр. Yazmak, yazmak, жазу. Yemek, yemek, жеу. Yıl, yıl, жыл. Yüzmek, yüzmek, жүзу. Соған келіп тұр. Ал енді кеттік, біз бұйрық райды өтеміз. Бұйрық рай дегеніміз бізде қазақшада қандай еді? Естеріңізде болса, яғни бұйыру, иә? Біреуге сен жаса, ол айтсын деген сияқты. Бүйт, сөйт деп етістіктермен бұйыру. Бұл жерде қарап тұрсаңыз, konuşmak деген сөзді алып қарастырайын деп отырық. Бен деген нәрсені, біз деген нәрсені алып тастаймыз, себебі біз өз-өзімізге бұйырмаймыз ғой. Сол себепті де бұлар болмайды. Тек қана сен, о, сіз, онлар болады. Осылар қарасамыз. Енді бұйрық берген кезде, біз кез келген етістікте сеннің жағдайы кезінде мынандай етістіктің мак деген жалғауын алып тастаймыз. Яғни қалай көрсетсем болады? Сен дегенді жазғанда, яғни сен дегенді айтқанда, бұйрық берген кезде, сен söyle, сен айт деген кезде, сән konuş деп мак дегенді алып тастаймыз. Мак дегенді мүлдем алып тастаймыз. Сән konuş, сен söyle. Söylemek деген бар еді ғой. Ya? Söylemek, sen söyle. Яғни мек болмайды. Бұны алып тастаймыз. Тағы қандай мысалы етістіктерді? Ağlamak. Ağlamak. Ya? Sen жыла десең, sen ağla. Ağla. Hadi ağla. Жыла яғни. Жыла деген сөзді, мысалы бұйыру. Немесе ол дегенді айтсын, ол айтсын деген кезде, мына жерде олға бізде мынандай жалғаулар бар екен. Сын, син, сун, сүн. Яғни бізде қазақшада да ол айтсын, ол жыласын, ол сөйлесін, ол тұрсын, ол жатсын деген кезде сын деген нәрсені жалғауды жалғайды екенбіз. Бұларда да, яғни соңғы буынның түріне қарай әдеттегідей сын, син, сун, сүн деген жалғауды жалғайды. Яғни о konuşmak болса, konuşmaktың орнына konuşsun.
Мына жерде жазылып тұр. Konuşsun. Söyle болса қалай болады? Söylesin. Яғни жіңішкесін жалғайтын едік, мынаған. Себебі жіңішкемен бітіп тұр. Ağlamak болса ağlasın. Яғни ağlasın o. Сондайда. Siz болса siz konuşun. Siz айтыңыз. Андай не түрде. Не дейтін еді? Вежливая форма. Siz konuşun. Немесе konuşunuz. Сондайда. Ын, ин, он, өн деген жалғауды көрсетіп тұр. Солайша айтамыз. Яғни siz деген яғни söylesin. Söylesin. Konuşun. Söyleyin болады ғой. Жоқ. Söyleyin болады ғой. Бұл дауыстыға бітіп тұр екен ғой. Söyleyin. Бұл астында қазір келеміз оған. Егер дауыстыға бітсе етістік. Onlar konuşsunlar. Onlar konuşsunlar. Onlar деген яғни көпше түрде біз синлер, сынлар, сунлар, сүнлер деген жалғауды жалғайды екенбіз. Яғни konuş болса konuşқа уға естественно уды аламыз, konuşsunlar. Konuşsunlar. Олар айтсындар. Олар айтсын деген сияқты ғой. Бізде жоқ, қазақшада бұларда сунлар, синлер бар екен. Onlar konuşsunlar. Onlar söylesinler. Onlar yürüsünler. Onlar kalsınlar. Kalmak деген сөз бар, мысалға. Kalmak, яғни мына дауыссызға бітіп тұр. Kalsınlar. Аға ыны жалғайтын еді. Kalsınlar. Onlar kalsınlar. Siz kalın болатын еді. Siz kalın. Siz kalın. Яғни білмем, dur болса тұру, қалу, тоқтау, durmak. Мысалға, рыға бітіп тұр, яғни осы ережені қолданылады. Қалай болатын еді? Сен тоқта дейтін болса қалай айтатын едік? Макты алып тастаймыз. Сен дур. Сен тоқтай тұр деген. Сен тоқта, бұйрық. Ол болса, ол тоқтасын болса, o dursun. Оға о болатын еді. Siz болса, siz durun. Сіздер тоқтай тұрыңыздар дейді. Siz durun. Onlar dursunlar. Олар тоқтай тұрсын. Яғни мына жерде о деген бар ғой, ол деген. Пусть ол деген сөз бар ғой. Пусть ол айтсын. Пусть ол. Орысша адамына әдемі келіп тұр. Пусть дегенмен сәйкес келеді. Яғни ол айтсын, сол істесін, сол бүйтсін деген сияқты. Сондай рұқсат берген жағдайда. Және оқымак, яғни оқу деген дауыстыға бітіп тұр. Сондай жағдайда қалай не істейміз? Біріншіге ұқсас екен, жекеше түрі. Сән оқу. Яғни просто мак дегенді алып тастаймыз. О оқусын. Бірдей, о оқусын. Сөйлесін. Яғни бұларда да сол жаңағы сын, син, сун дегендер, сүн дегендер жалғанады. Біріншідегідей. Ал именно көпше түрде дегенде именно сіз деген өзгереді. Сіз оқуын көпше түрде. Y бар, байқасаңыздар мына Y. Сіз мына жерде ала дедік, ağlayın, siz ağlayın. Ağla, Y, ın. Siz ağlayın. Söyle болса, siz söyleyin. Siz söyleyiniz. Siz söyleyin. Siz айтыңыз деген. Onlar söylesinler. Onlar ağlasınlar. Kinoda көп естіген боларсыздар. Көп жылайды ғой енді Турцияда. Солай. Енді мына жаттығуларды қарап көрейік, 5-те 1. Мысалы, оқы, konuş, говорите. Пусть они войдут. Пусть деген сөзде о деген бар еді. Они болған көпше түр, onlar болып тұр. Яғни, onlar girsinler. Girmek еді ғой баста. Girmek. Onlar
кирсиңдер. Яғни onlar. Осылайша приходи деген қалай болады? Келу, келмек. Gelmek. Gel деп айту керек, яғни приходи. Бұйрық беріп жатсыз ғой сіз. Gel. Sen gel. Sen кел. Sen gel. Просто. Отдыхайте деп көпше түрде айтып тұр ғой, демалыңдар. Яғни сіз dinlenmek еді ғой, dinlenmek еді. Мек еді, dinlenmek. Яғни мекті алып тастаймыз, dinlen in жалаймыз. Осылайша. Енді негатив форма қалай жасалынады, яғни оны басқа сабақта, келесі сабақта түсіндірейін, себебі уақыт нормально болып қалды. Одан да мына жаттығуларды ыдыс-аяқ жуу еді, yıkamak, bulaşıkları yıkamak, молчи, мысалы, susmak, келу, қайту, dönmek, мысалы, uyumak. Сол сөздерді, бастағы өткен сөздерді қайталап, мынау бұйрық райға және не өттік біз? Тек қана бұйрық рай өттік, Бұйрық райға толық мына бүкіл етістікті қойып, мына жалғауларды тәжірибе жасап шықсаңыз болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше.